Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кері тригонометриялық теңдеулерді шешу. Кері тригонометриялық теңдеулерді шешу үшін біз мына формулаларды білуіміз керек. Арк синус x тең альфа десек, мұндағы альфаның мәні минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-ның арасында жататын болса, яғни альфа минус пи бөлінген 2 плюс пи бөлінген 2 аралығында өзгеретін болса, онда x-іміз тең болады синус альфаға. Сол сияқты арк косинус x тең альфа. Бұл жағдайда альфа 0 мен пидің аралығында өзгеру керек. Онда x тең болады косинус альфаға. Косинус альфаға тең. Арк тангенс. Арк тангенс x. Мына жерде арк тангенс x тең альфа десек, онда альфамыз минус пи бөлінген 2 мен плюс пи бөлінген 2-ның арасында жататын болса, онда x тең болады тангенс альфаға. Аркка тангенс альфа. Аркка тангенс x тең альфа десек, альфаның мәні 0 мен пидің аралығында өзгерсе, онда x тең болады котангенс альфа деп анықтауымызға болады. Енді оған мынандай мысалдар келтірейік. Арк синус 2x тең пи бөлінген 4. Жаңа өзіміз айтып кеткендей, альфаның орнында пи бөлінген 4 тұр. Пи бөлінген 4. Біз альфа қарастыратын аралық минус пи бөлінген 2-ден плюс пи бөлінген 2-ге дейінгі аралық дедік. Олай болса, бұл осы аралықта жатады. Демек, теңдеудің түбірлері бар. Ол түбірді табу үшін аргумент 2x болып тұр. Тең болады синус пи бөлінген 4-ке. Синус пи бөлінген 4-тің мәнін біз білеміз. Ол 2-ден түбірасында 2-ге тең. Олай болса, x-тің мәні көбейту 2-ні бөлу 2 мен теңдіктің екінші жағына өткізсек, түбірасында 2 бөлінген 4 деген сан шығады. X-тің табылған мәнін берілген теңдеудегі x-тің орнына қойып тексеріп көрейік. 4-тен түбірасында 2-ні x-тің орнына қойсақ, жазайық. Арк синус 2 көбейтілген 4-тен түбірасында 2 десек, 2 мен 4 қысқарып кетеді. Сонда арк синус 2-ден түбірасында 2 шығар. Арк синустың 2-ден түбірасында 2-ның мәнінің пи бөлінген 4 екенін білеміз. Ендеше берілген теңдеу дұрыс орындалып тұр. Енді екінші теңдеуге қарасақ, арк косинус 1 минус 2x тең болады пи бөлінген 2 дейді. Арк косинус x тең альфа. Альфа бізде 0-ден пиге дейінгі аралықта анықталатын. Яғни пи бөлінген 2 саны 0 мен пидің аралығында жатады. 0 мен пидің арасында жатады. Ендеше берілген теңдеудің түбірлері бар. Ол түбірлерді былай шығарамыз. 1 минус 2x тең болады косинус пи бөлінген 2-ге деп. Ал косинус пи бөлінген 2-ның мәнінің 0 екенін білеміз. Олай болса, 1 минус 2x тең болады 0. Бұдан 2x тең 1. X-тің мәні 2-ден 1 екенін анықтауға болады. Тура жаңағыдай 2-ден 1-ді апарып тексеріп көреміз орнына. X-тің орнына 2-ден 1 қойсақ, 2 мен 2 қысқарады 1. 1 минус 1 0. Арк косинус 0-дің мәні пи бөлінген 2 екенін білеміз. Демек, теңдеудің түбірі 2-ден 1-ге тең болады. Тағы бір мынандай мысал келтірейік. Арк тангенс квадрат x плюс 2 қосылған 2 арк тангенс x плюс 2 тең 0 теңдеуін шешу керек. Бұл жағдайда арк тангенс x плюс 2-ні жаңа айнымалымен белгілейік. Арк тангенс x плюс 2-ні айталық y деп қояйық. Яғни жаңа айнымалы. Сонда бірінші өрнек y квадрат болады, плюс 2y болады, тең 0. Енді мұнау толымсыз квадрат теңдеу болып тұр. Бұл жағдайда с 0-ге тең, онда y-ті жақша сыртына шығарып жіберу әдісіне саламыз. Y қосылған 2 тең 0. Көбейтіндінің мәні 0 болу үшін көбейткіштердің әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. Яғни y тең 0, немесе y плюс 2 тең 0. Бұдан плюс 2-ні теңдіктің екінші жағына шығарсақ, y-тің мәні минус 2 болады. Енді осы табылған мәндерді берілген өзіміздің жаңа айнымалыны белгілеп алған жерге қоямыз. Сонда бірінші 0-ді қояйық. Арк тангенс
3х плюс 2 тең болады 0-ге бірінші. Енді 0 арк тангенстің мәндер облысында жатады. Себебі арк тангенс бізде минус пи бөлінген 2 плюс пи бөлінген 2 аралығында анықталған. Яғни 0 тиісті минус пи бөлінген 2-ден плюс пи бөлінген 2-ге дейінгі аралықта. Ендеше теңдеудің түбірін былай жазсақ болады. 3х плюс 2 тең болады тангенс 0-ге. Тангенстің 0-дегі мәні 0. Олай болса, плюс 2 теңдіктің екінші жағына минус 2 болып өтеді. Бұдан x-тің мәні минус 3-тен 2 болады деп жазамыз. Ал енді екінші жағдайда, жаңа өзіміз белгілеп алған жерге арк тангенс 3х плюс 2-нің мәніне енді минус 2-ні қоямыз. Бұл жерде минус 2 жаңа біз қарастыратын минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің арасында жатпайды. Минус 2 тиісті емес минус пи бөлінген 2 плюс пи бөлінген 2 аралығына, яғни бұл жағдайда теңдеудің шешімі жоқ. Сонда берілген теңдеудің түбірі минус 3-тен 2-ге тең болады екен.